Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте қарапайым жеті шелпектің рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті су, тұз, ұн және ас содасы. Жоғарыда айтылған заттардың мөлшері описаниеда көрсетілген. Барлық заттарымызды араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болмау керек. Иленген қамырымызды бетін жауып 10-15 минутқа тындырамыз. Видеоны соңына дейін көріп, комментарий жазып, лайк қоюларыңызды сұраймын. Демалған нанымызды алып, 1/7 бөлікке бөліп, шелпектерімізді жаямыз. Бұл рецептімен жасалған шелпектер өте жұмсақ болып шығады. Жайып болғаннан кейін табамызға майымызды қыздырып, айналдыра отырып, екі жағын бірдей майға қуырып аламыз. Шелпегімізді кішкене сорғытып алуымыз керек, қатты майлы болмас үшін. Сіздермен бірге болған арайлы астарыңыз дәмді болсын.